Айбек пен Индира туған күнде қайта қосылды. Қосылайық эфирінде жұптық ара қатынасы тоқтап, екі жаққа кеткен Айбек пен Индира қайта жолықты. Қосылайықтың экс қатысушысы Арсеннің бұрынғы жұбы Қымбат дүркіретіп туған күнін атап өтті. Туған күнге Қымбаттың достары және Қосылайықтың жігіттері құттықтап келді. Туған күнде күтпеген оқиға орын алды. Қымбат қызымыз Индираны туған күн кешіне шақырған болатын. Аталған кешке Индираны қуып Айбекте келді. Мұндайды желі қолданушылар мен көрермендер күтпеді. Себебі Айбек пен Индира екі жаққа кеткен болатын. Бірақ кеш қонақтары осы жайтқа таң қалмады. Айбек пен Индира жоба сыртында жасырын кездесіп жүрген болатын. Тіпті Айбек үміткерді де Индира үшін қайтарған болатын. Жобаның тұрақты көрермені және экс қатысушысы Нұрсұлтан Айбекке айтып тастады. Не деген масқара? Кетсін жобадан, деді Нұрсұлтан мырза. Сонымен қатар желі қолданушылары да жарыса жазды. Үміткерге уақыт бөлмесе уақытын алып шығарып жіберу керек. Үйлері құсап жайланып алған кіріп шығып тиктокқа кіріп білгендерін жасайды. Айбек жобадан кету керек, оны неменеге Бауыржан мырза өтірік халыққа салмай-ақ қойыңыз. Бәрібір халықтың айтқанын тыңдамайсыз ғой. Одан да шығармаймын деп айта салсайшы. Айбек еңік шықсын жобадан үміткерлерді сыйламайды. Айсұлтанда жұлдыз болып бара жатыр, бұлар мұқтаж ба, қалай? Деп жазды көрермендер. Бірақ Айбек жобада қалу үшін әдейі Индирамен кезді ме? Ол жағы әлі белгісіз. Желі қолданушылары еңлік жайлы да қызу пікір талас тудырды. Шығару керек Айбекті де, еңлікті де. Кеше отырдық ол қарындасы мен оның подружкалары мен Айсұлтанды қарындасына қосу мақсатында. Айбек әзір үйленбейді, анау көкбет қарындасын байға бермей. Оған да адамды тапқан сияқты жуас Айсұлтанға тездетіп тығып жіберу. Айсұлтан байғұс оған алданып жүр. Еңліктің дешевый подаркаларына алданып, деп ашуға болықты желі қолданушылар мен көрермендер.